Мен Дүйсен Каусар, Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Қорам ауылы Раушан бөбекжай балабақшасында тәрбиеші болып қызмет атқарамын. Еңбек өтілім 5 жыл. Педагогикалық тәжірибем барысында балалардың жан-жақты дамуына, олардың шығармашылық және әлеуметтік қабілеттерін жетілдіруге ерекше көңіл бөлемін. Сонымен қатар мен педагог-модератор ретінде тәрбие процесінде инновациялық әдістерді қолдануға, ұйымдастырылған іс-әрекеттерді қызықты әрі тиімді өткізуге тырысамын. Әр таң бала жүрегіне мейірім мен сенім ұялататын жаңа бастау. Балабақша күлкі мен қамқорлық мекені. Таңғы жаттығу, күнді сергектікпен, шат көңілмен бастау. Бүгін бізде тамаша, қозғаламыз, созыламыз, таңғы жаттығу басталады. Қызда дайын, ұлда дайын, күніміз жақсы басталады. 1, 2, 3, 4, иықты көтер, 5, 6, енді қолды серме бүт. Секір, секір, көңілді бол, денеңді оят, ойна қол. Балалар, көңіл күйіңіз қалай? Бүгін біз табиғат, қоршаған орта және тіршілік туралы әңгімелесетін боламыз, дайынбыз ба? Ендеше алдымен шаттық шеңберін айтайық, я? Тереземде бақшам бар. Тереземде бақшам бар. Жасыл әлем жақсы арман. Жасыл әлем жақсы арман. Гүлді күтіп баптаймыз. Гүлді күтіп баптаймыз. Табиғатты сақтаңдар. Табиғатты сақтаңдар. Жарайсыңдар балалар, орнымызға отырайық, я? Шаттықта күніміз жақсы басталады. Балалар, бұл не? Қандай әсем гүл, я? Жапырағының түсі қандай? Жасыл, ал оның күлтешелері ше? Қызғыл түсі өте әсем гүл екен, я? Балалар, гүл болмаса не болады тіршілікте? Әдемілік, әсемдік болмайды, я? Ендеше балалар, осы гүлді баптау, оны суару біздің міндетіміз. Ендеше бүгін гүлдермен танысамыз және де гүлді өзіміз отырғызып көрейік. Дайынбыз ба балалар? Жақсы, ендеше бастаймын. Мен алдымен сендерге көрсетейін. Балалар, бүгін біз өз қолымызбен гүл отырғыздық. Сендерге гүл отырғызған ұнады ма? Ендеше әрдайым осылай табиғатқа өз қолымыздан келгенше аялайық, гүл отырғызайық, ағаштарға су құяйық, жарай ма балалар? Табиғатымызды аялап жүрейік. Таза ауадағы серуен баланың денсаулығын нығайтып, қимыл белсенділігін арттырады. Әрбір қадам арқылы бала өзін еркін сезініп, қоршаған ортаны танып үйренеді.
балабақшадағы күн тәртібінің маңызды бөлігі. Бұл уақытта балалар дұрыс тамақтану мәдениетін меңгеріп, өздігінен әрекет етуге үйренеді. Тәрбиеші ретінде біз балаларды тазалыққа, оқыптылыққа және бір-біріне құрметпен қарауға баулимыз. Дәмді де пайдалы ас балалардың денсаулығы мен көтеріңкі көңіл күйінің кепілі. Түскі ұйқы балалардың денсаулығын нығайтатын маңызды уақыт. Бұл сәтте бала ағзасы демалып, жаңа күш жинайды. Жылы сөз бен жайлы орта баланың тыныш әрі тәтті ұйқысының кепілі. Біз әр баланың қауіпсіздігі мен жайлылығы үшін мейіріммен жағдай жасаймыз. Бүгінгі күніміз де өз мәресіне жетті. Балалар алған білімдерін, жақсы әсерін көңілдеріне сақтап, үйлеріне тарайды. Әрбір күніміз мейірімге, қуанышқа және қамқорлыққа толы болсын.